Теппа подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз. Мен шамамен миымда бірнеше сұрақ бар. Соны өрбіте береміз. Әдеттегідей. Сен бұрын подкастқа қатысып көрдің ба? Жоқ, бірақ подкасттардың қалай өтетінін білемін. Негізі түсінікті. Сен тыңдадың иә бірнешеуін? Тыңдаймын. Біз сені не үшін шақырдық деп ойлайсың? Ондай сұрақтарға жауап. Біз сені дауысың үшін ғана шақырып отырмыз. Сенің дауысың көрермендердің құлағына кіріп, миында қалып қоятын. Казаграммар жазылмандардың көбі таниды сенің даусың. Видеоның арқасында. Иә. Ал ол видеоны монтаждаған кім десейші? Кім монтаждады? Бір Ильяс деген адам монтаждады. Фамилиясы кім? Ильяс Амантай. Сәлем. Сәлем. Иә, біз Ильяс Амантай, Азат Әбдікамал деген атаңның аты ма? Атамның туған аты. Окей. Біз әдетте этимологиялық талдау жасайық атқа деп. Негізі арабша ат әртүрлі мағыналарын естігем. Енді арабист достарымнан сұрасам, олар айтады көбінесе оларда бәрі енді соған тіреледі ғой. Енді құдайдың бір арнайы миссиясымен бір берілген бір несі деген сияқты келтіреді да. Бірақ мен ұзақ уақыт бойы оны тура мағынасымен түсініп жүретін. Әбді деген орысша айтқанда святой дейді, әулие бір сондай сияқты. Ал камал деген, енді түріктерде кемаль деген сөз бар, камал деген сөз бар. Мінсіз, как қандай, не деп айтады? Замық дейді орысша. Сол сияқты сондай мағынасымен түсінетін, сөйтсем мағынасы басқаша екен. Қандай екен? Негізі. Сол айтып тұрмын ғой, соны құдайдың мінсіз құлы. Құдайдың мінсіз құлы деген сияқты. Енді әбді деген әрқашан құл ғой. Иә. Абдалла, мысалы, Абдулла деген Алланың құлы. Әбді құл деген двойной құлмыз. Құлдың құлы. Иә. Ол енді арабизм мен қазақша нелердің қосындысынан сөйтіп кеткен шығар мүмкін. Біз бүгін төрт адам болып Галактика сақшылары Volume 3 дегенге бардық. Кинозал менше басында бір иіс болды да кинозалдың ішінде. Сосын жоғалып кетті, өйткені сен иіске үйреніп аласың. Иә. Мен бүкіл сені сездім. Сезіп отырдың ба? Иіс болды ма? Бір иіс бар, иә. Басында бір түсініксіз иіс болды негізі. Бұл қандай кинотеатр? Бұл Астанадағы Еуразия Синема деген Еуразия сауда үйіндегі жарнама болып кеткен жоқ. Кинотеатр? Жоқ, жарнама емес. Бұл сен айтуың керек те, өйткені сен кейін адамдар білсін да, егер баратын болса. Фидбэк. Фидбэк, баратын болса, кинотеатрда бір түрлі иіс бар. Бұны мен туристегі пікірлерінде байқадық. Бір түрлі иіс бар еді. Бірақ басқа жағы норм, басқа жағы әдемі. Креслосы шиқылдамайды, қатып қалмаған. Тура ортасында отырдық. Тура ортасында, алтыншы қатарда шалқайып отыруға болады. Креслосы қозғалады да, артқа алдыға. Кішкентай балалар аз деген. Балалар аз деген сияқты, ешкі онда бардық. Жас шектеу маған қызықты болды, себебі ана жақта кейбір жаратылыстар, мақұлықтар, олардың түрлері талай қорқынышты болып көрінді маған. Кинодағы. Иә, кинодағы. Бірақ анда кішкентай балалар болды. Ескерту, біз басында 15 минут спойлерсіз, сосын 10 минут спойлермен, жалпы жарты сағат. Окей? Бірақ мақұлықтар бар, ол спойлер емес, ол сюжеттік спойлер емес. Мақұлықтардың түрі қорқынышты болды дейсің. Иә, кейбірлерді өте үрейді сезілді. Окей, Галактика сақшылары негізі рейтинг бойынша 3 бөлімнің ішінде қазір ең төмен тұрды. Кассасы бойынша да екіншіден азырақ жинайды бірінші аптада. Әдетте бірінші апта маңызды ғой. Бір апта өтіп кетті ме? Бір апта өтті, иә. Бірақ қара қазір 290 миллион жинап тастады бір аптада. Бюджеті 250. Енді екінші аптада менше шығар болады, өйткені фильмді былай бағаласақ мүмкін 10-нан 7, 10-нан 8 деп айтуға болады. Мен 9 деп те баға бере алатын едім. Саған қанша, Ильяс? 10-нан неше? 9 дедім, иә. 10-нан 9.
өте Он ұнады. иә сағынғанша. Білмеймін, осылай 10-нан бірдеңке деп бөлген ұнамайды негізі. Немесе, ұнады ұнамады деп бөлетін болса. Немесе біраз уақыт өткеннен кейін қайталап көрермін, мысалы 1 жылдан кейін немесе үзінділерін қарап, күлкілі моменттерін алып деген сияқты. Меніңше иә. Мүмкін иә. Мен бірақ екіншісін көрген жоқ. Біріншісін көрдім, екіншісін көрген жоқ. Иә. Сондықтан кейбір моменттер маған түсініксіз болды. Кейбір кейіпкерлер жоғалып кетті. Кім жоғалып кетті? Таныс жоғалып кетті ма? Атын ұмытып тұрмын, көк бет. Иракезі мен. Кім? Йонду. Иә. Сосын Гамора. Жарайды, спойлер болмай қойсын. Жоқ, оны біледі. Спойлер емес қой. Сол жоғалып кеткені маған білмей қалдым. Сен қарадың ба? Мен 1 мен 2-ні қарадым толықтай. Тек қараған жаңа жылдық дегенде қараған жоқпын. Және мен де түсінбей қалдым сол жаңағы айтқан. Иә. Ол қайда жоғалып кеткен. Вроде мен оның өлгенін вроде көрмедім. Екінші бөлімде негізі сол соңында қайтыс болды ғой Йонду. Есімнен шығып кетті деген сөз. Жалпы негізі қызықты сондай факт. Галактика сақшылар фильмдерінің логосынан фильмде қандай кейіпкер қайтыс болады деген сияқты сондай теориялар бар. Негізі ол көп сол теориялар дәлелденген болатын. Өйткені бірінші фильмде оның түстік гаммасы қоңырлау болған етін, бірақ оны ең басында ешкім білген жоқ. Бірақ сол фильмде енді бәріне ешкім үшін спойлер болмайтын еді. Бірінші фильмде Грут қайтыс болып кетеді. Енді бұрынғы Грут. Өйткені қазіргі Грут ол сол бұрынғы Груттың ағашынан тұқымынан, яғни қайта пайда болған Грут, бірақ ол басқа Грут. Қазіргі Грут, мысалы Гаморада сияқты, ол кезде бірақ енді мультивселенная деген түсінік болмаған. Бұрынғы Грут ол сол кезде өзінен құрбан етіп қайтыс болып кетеді, ал екіншісінде ол кішкентай Грут жаңадан, яғни бөлек Грут болып өседі. Тұқымнан өсіп шығады. Яғни Грут үшін тұқымын құрғыр десең өте ауыр теді. Иә. Сөйтіп айтса болады. Екінші фильмнің түстік гаммасы көк алтын түсті болатын, қызыл түстермен аралас. Ол енді Йондуға сондай отсылка, сілтеме болған. Плюс екіншіде жаңағы суверендер деген тайпа бар. Суверендерді көрсетеді, иә. Суверендер руы. Иә. Ол қазіргі үшінші фильмде де маңызды, енді шли маңызды емес, бірақ енді ол жақтан кейіпкерлер бар деп айтса болады. Енді спойлер болмасын біздің тыңдаушыларымызға. Иә, спойлер бөлімі басталған кезде қай жерде біз ескертеміз қысқасы. Иә. Сол екінші фильмде енді көрген адамдар көбірек шығар, енді көрмеген адамдар енді айып етпеңдер, бірақ екінші фильмде Йонду қайтыс болады. Яғни қаза болады. Қаза болады, иә. Қаза табады, иә. Енді біз жақта айта береді қайтыс болады. Енді менше мен солай дұрыс қой ажырату, иә. Қайтыс болу ол андай бейбіт өз өліммен кету, иә. Ал қаза болу деген белгілі бір апат, біреудің қолынан. Түсінікті. Сырттай себептер. Екінші фильмде Йонду қайтыс болады. Яғни ол жердегі негізгі фильмнің құндылығы сол Питер Квилл өзінің әкесі ретінде болған, сол тұлғаны жоғалтатын, соған көп мән бөлінеді. Ал үшінші фильмде түстік гаммасына сонда қоңыр алтындау түсті болатын. Яғни ол ерекше қоңыр. Айтып кетейін, адамдар түсінбей қалуы мүмкін. Өйткені барлық фильм біріншісінде де қоңырлау түсті болды, біріншісінде ол ағаш тектес бір қоңырлау болды да, екіншісінде кәдімгі бір мүмкін, үшіншісінде кәдімгі жануарлардың сыртындағы терісіне сияқты сондай сияқты қоңырлау түсіп болды да, яғни ол жерде көбісі сол осы кімге жануарлар тақырыбына тікелей байланысты ғой. Ракетаға сілтеме деп көп теориялар бар. Үшінші бөлімі, егер сіз жануар сүйетін адам болсаңыз, жануарларды аяйтын, қамқоршы, сонда үшінші бөлімін көру сізге міндетті түрде көру керек. Немесе сізге көрсеңіз қатты әсер етеді. Жоқ, керісінше қазір қамқор еместер көру керек. Біз онсыз да жануарларға жаны ашымайтын адамдар көру керек. Мүмкін олар көріп алып андай болмай ма екен,
сен зұлым кейіпкерді көріп аласың да, мен керісінше мына зұлым сияқты болғым келеді деп ауысып кетесің. Ол да мүмкін не. Өйткені бұндағы зұлым белгілі, бұрыннан белгілі, негізі комикстардан да белгілі кейіпкер. Мен өткен неде эпизодта мен атын қате айтып қойдым. Great Evolutionary деп ше. Негізі High Evolutionary екен да. Яғни жоғарғы эволюционер. Иә. Немесе биік эволюционер. Немесе жоғарғы, иә. Эволюцияшы деп жаңа аударған субтитрде. Эволюцияшы. Эволюцияшы, окей. Эволюцияшы. Кім деді фамилиясы аударған қыздың? Диана Сабазова деді. Сабазова ма, сонда, иә. Қате айтып қойсақ ренжімеңіз. Негізі көп титрді сол қыз аударып, сол әйел қыз аударып жүр. Мен ара-тұра қарадым, субтитрларында фильм қарап отқанда субтитрге де мән бердім да, қалай аударған екен деп. Негізі жақсы аударған сияқты. Ондай калька, өтірік сөздерді қысқарта салу немесе қоса салу ондай байқаған жоқ. Иә, біз орысша қарадық, бірақ субтитр қазақша болды. Неге, жаңа тақырып бастайық па, неге дубляж шықпады? Негізі ең бірінші бөлімі шығып еді ғой. Қазақша шыққан еді. Кәдімгі Диснейдің өте күшті болды. Диснейдің түркі тілдер арасындағы екінші тіл деп, қазақ тілі деп қосылды деп үлкен жарнама болған. Тағысы сондай ірі жарияланым болғанда, бірақ қазір үшінші нұсқасы шықпай қалды. Сондықтан, бұнда қандай маңызды тақырыптар әдетте галактика сақшылары әрқашан отбасы және достықты қозғайды. Құндылықтарды, иә. Біріншісінде олар отбасын табады, отбасы болып қалыптасады. Екіншісінде, мен нақты есімде жоқ, мен пират нұсқасы болды. Онша есімде жоқ. Үшіншісі, жалпы әр кейіпкердің арка дейді ғой, әр кейіпкердің линиясы жабылады. Және әр кейіпкер өз жолын ары қарай табады. Және кім өледі, кім өлмейді, оны көргенде қарағанда көресіздер. Бірақ негізгі мақсаты Джеймс Ганн режиссердің фильммен, трилогиямен қоштасуы, кейіпкерлермен қоштасу, көрермендердің жалпы жылап еңіреп қоштасу болып саналады. Сен қалай қоштасу сезімдер ме? Әр кейіпкермен қоштасып жатқандай. Мысалы, Азат, сен нені білесің ғой? Тарихын, лорды жақсырақ білесің. Кек аушылардың Avengers'тың финалдағындай секілді негізгі кек аушылардың әрқайсының аркалары жабылды ғой. Шамамен соған ұқсас болды. Өйткені галактика сақшыларының алтын құрамы дейді ғой, сол алтын құрамының әрқайсысы кейіпкердің бір жеке бір жаңа тұрғысынан бір көріп, яғни оларға деген біздің махаббатымыз одан ары өсіп, яғни олармен біз енді қазір қоштасу фазасында болдық. Өйткені әр кейіпкердің аркалары жақсы ашылады. Үште, өйткені яғни бұл Джеймс Ганнның Марвелдағы соңғы фильмі. Енді қазіргі уақытқа дейін алдағы не болатынымыз білмейміз ғой. Мүмкін қайтып оралар ма екен, қайтып оралмас па екен. Бірақ бұл Джеймс Ганнның осы Марвелдің жанкүйерлеріне деген орысша айтады ғой, лебединая песня дейді ғой. Аққуық бір өлеңі ма, сондай бір соңғы туындысы. Өйткені қазір білетін болсаңыздар, Джеймс Ганн DC-ге ауысып жатыр, яғни DC-дің креативті директоры болып. DC-дің Кевин Файги болады енді, Негізі мен оған өте көп қолдау білдірудемін қазір. Оған бәрі үміт артып жатыр. Бірақ енді менің бір өкінішім бар, бір өкінішім ол Генри Кевиллді Суперменнің рөлінен алып тастау болды. Өйткені ол, менің ойымша, Генри Кевилл негізі өте жарасымды Супермен. Өзі шешкен жоқ па оны? Жоқ, ол жерде негізінен мотивті түсінуге болады. Бұл жерде толығымен жаңа әлем құру, яғни сол мақсатты көздеп жатыр Джеймс Ганн. Өйткені жаңа кейіпкерлерді қосады, өзінің бір көрінісі бар. Өйткені қазіргі кейіпкерлер бәрібір де оны қанша дегенмен өзгерткенмен де бәрібір ол Зак Снайдердің алғашында құраған сол кейіпкерлері, соның көрінісі, соны жаңарту, жаңа беттен бастау деген сияқты да.
бірақ енді әрине өкінішті. Енді Бен Аффлекті кейбір адамдар ұнатты, кейбіреулер ұнатпады. Менің ойымша Бен Аффлек негізі жақсы Бэтменді ойнап шықты деп айта аламын. Енді бәріміз үйренген нұсқасы емес, бірақ енді өте бір өзінше ерекше. Енді бұл жерде как разница поколений дейді ғой, ұрпақтардың әртүрлілігі, айырмашылығы. Мен мысалы Бэтмен, өзім қатты Бэтменнің жанкүйерімін. Яғни мен Майкл Киттоннан бастап көре бастадым оларды. Мен ол кезде болмасам да, мен ең алғашқы фильмдерін бұрын көрген болатын, Кристиан Бейлдің нұсқасынан бұрын. Содан кейін барып Кристиан Бейл, Вэл Килмерді есімде, мен тіпті Джордж Клунимен нұсқасында көргенмін. Барлық фильмден Джордж Клуни негізі ойнаған Бэтменді, бірақ өте күлкілі, андай бір фарс қатты кішкентай балаларға арналған нұсқа болып кеткен еді ол жерде. Қасында Робин болды ма? Болды. Оны кім ойнап еді? Робинді сол бір актер ойнаған болатын, аты есімде жоқ. Бірақ ол көп фильмдерде аса кейін, одан кейін түскен жоқ еді. Сол екі фильмде негізі ойнап шыққан болатын. Біреусінде сол Вэл Килмермен, екіншісінде сол Джордж Клунимен бірге ойнап шыққан еді. Қателеспесем, Джордж Клунимен ол Бэтмен навсегда болған, ішінде Джим Керри түседі. Әнені кімді ойнайды? Сұрақшы, жұмбақшы. Жұмбақшы. Қалай, Ридлер қалай болады? Ридлерді ойнайды. Және ол жерде Ума Турман болған. Poison Ivy'ді ойнаған еді. Poison Ivy? Айви. Ядовитый плющ дейді ғой. Қазақша қалай болады екен нұсқасы. Улы өсімдікті ойнайды. Улы тікен деген сияқты. Улы тікен, соңғы нұсқасы, соңғы Паттинсон ойнаған. Паттинсон негізінен менің ойымша бұл роль көп мақтады ғой. Жақсы ойнады. Мысалы, Роберт Паттинсонды ұнатпайтын адамдарға ол Бэтмен бәрібір ұнамайды. Ал егер де сіз ешқандай бір алдын ала бір жаман, бір негативті ойсыз көрсеңіз, негізінен Мэтт Ривздің Бэтмені өте жақсы Бэтмен. Енді кейбір сюжеттік бір қандай бір келіспеушіліктерге қарамастан, яғни арасында кейбір сұрақтар туындаған еді көп критиктерде. Дегенмен, енді біз фантастикалық әлем екенін ұмытпау керекпіз ең біріншіден. Яғни ол енді шынайы өмір дегендей болмайды. Сол себептен жалпы негізінен маған Мэтт Ривздің Бэтмені ұнады. Жалпы. Бұндағы және бір мәселе, ол Бэтмен және ана Джокер, Хоакин Феникстің Джокері және мына Бэтмен Мэтт Ривздің, ол DC-да Джеймс Ганнның әлемінде болмайды. Elseworld деген әлем болады. Яғни параллель универс. Түсінікті. Бұл өте күрделі. Сонысы ұнамай кетті да қазіргі соңғы фантастикалық фильмдер. Бірдеңке болса, параллель әлем болды, мультивселенная деген сияқты. Сонымен ғана себебін түсіндіреді. Неге әртүрлі бір кейіпкер, бірақ әртүрлі нұсқалары бар, әртүрлі актерлер ойнайды. Бұны галактика сақшыларына оралатын болсақ, сол франшизаны әрі соза беру үшін және сюжеттік мәселелерді шешу үшін. Мысалы, Танос Гамораны өлтірген. Бағана сен сұрадың ғой, неге Гамораға не болып кеткен деп ше. Оны Танос бір қай тасты алушы еді? Сол. Жантасты алу үшін бір жақын адамыңды құрбан етуің керек. Сонда сен аласында кім Танос барда да бір жартасқа бір планетаға келді. Қайсы еді планетаның аты? В-дан келеді. В. Сол қызық аты. Жоқ. Қысқасы бір В-дан келетін Валкарма, Викария деген бір планетада. Сияқты бір планетада бір шұңқыр болады. Негізі бәрін бір жерде өлтірген жоқ па не? Мен оларды көрген жоқ. Жоқ, соны кімді Гамораны алады да лақтырып жібереді бір неге жартастан. Просто бір мем болып кеткен бір үзіндісі бар ғой. Кішкентай ыдырап кетеді, там кім тағы да басқа бәрі ыдырап кетеді. Бір жерде болған сияқты. Ол соңында фильмнің. Ол Кигалфорд финалда қолын шертеді ғой сол кезде. Бірақ сондай сол моментке жету үшін ол тастарды жинау керек. Және тастарды жинаған кезде бір тасты алу үшін сен біреуді өлтіруің керек. Жақын адамды, ең жақын.
құрбан етуің керек. құрбан ету ең керек, жақсы сөйтіп жақсы алады көретін да. адамды. Гамора қызы ғой танысын, егер білмесе. Бірақ асыранды қызы. Иә. That's the difference. Не болады асыранды қызы? Небула деген бағана көк бет әйел бар ғой, беті қисайып, басы сынса қайта қалпына келеді. Білмеймін, Марвелдың фильмдері кішкене қисынды сияқты көрінеді. Қисындырақ, әзілде күлкілі. Ал DC? DC'дің мен мысалы соңғы фильмі, соңғы ма білмеймін қазір, Шазам соңғы емес қой. Одан кейін де шықты. Флэш бірақ Марвел. Жоқ, Шазам соңғы фильмі қазір. Шазамды көрдім, білмеймін. Мүлдем ұнаған жоқ, бекер көрдім, бекер ақша. Шазам ешкімге ұнамады. Шазамның алдында. Негізі енді көрмеймін деп, осыдан кейін енді фантастика көрмеймін деп айтқан, бірақ бүгін осыған бардым. Подкаст үшін бардыңыз. Кейін подкаст жазу, эпизод жазу үшін. Енді жаңа кім дедіңдер? DC-ге ауысып отыр. Джеймс Ганн, режиссер. Ол келіп мүмкін жақсартуы мүмкін. DC-ді жақсартады әрине, өйткені Супермен жас Супермен болады. Иә. Генри Кавиллді алып тастаған себебі жас нұсқасы керек. Неге оны бәрі жерден алып тастап отыр? Мустангерлерден де алып тастады. Мустангерлерден өзі кетті. Өйткені ол жерде шамалы продюсерлері коммерцияға жақындап кетті көп. Сосын лорына сәйкес келмейтін көп нәрселерді қоса бастады. Ал Генри Кевилл өзі өте гик адам, сондай. Енді бет әлпетіне қарамастан, енді бәрі ойлайды ғой, енді сымбатты не болғаннан кейін, енді ешқандай бір немен таза актер, ондаймен қызықпайды деп. Бірақ Генри Кевилл негізі гик қоғамда өте бір сондай бір құрметке ие бір адамдардың бірі. Өйткені ол ойындармен де қызығады, компьютерлерді де жинайды, көп видеолардан көрген комикстарды да жақсы көреді. Warhammerді фигуркілерін жинайды, Warhammerдің. Ол Warhammer 40 мыңның әлемінің ең үлкен фанаттарының бірі болып саналады. Сол себептен. Және соған киноға қатысуы мүмкін. Киноға түседі соған қатысуы. Түсіп қана қоймай, сол фильмдердің бір продюсерлері ма, әлде бір қосымша режиссер ма, сондай неде қызметте болады ол. Яғни Warhammer әлемінің құраушыларының қатарында болады фильмдерінің. Окей, вау. Сол себептен анау емес Генри Кавилл. Генри Кавилл осы Мұстаншыны ойнайтынның алдында кітаптарының барлығын оқып шыққан болатын. Жалпы негізінен сол әлемнің лорымен де таныс етін. Сол себептен оған өте көп продюсерлердің әрекеттері ұнамады. Өйткені олар өзінше лорға сәйкес келмейтін нәрсе көп енгізе бастағаннан кейін оған іштей қарсы болды бірнеше сезон. Бірақ енді контракт болғаннан кейін ол оны айта алмады деп айтса болады. Бірақ енді бұл жерде осындай жақсы мүмкіндік болды оған сөйтіп шығып кетуге ыңғайлы. Өйткені бұл жерде негізінен DC тарапынан да шамалы дұрыс емес деп әрекет болды. Өйткені Black Adam біраз болды шығып қойған, енді спойлер болмайтын шығар мүмкін. Титрлардан кейінгі сценада ол жерде Генри Кевиллдің ойнауымен Супермен сол Black Адаммен сөйлеседі, қара адаммен. Сол кезде оны шақырған болатын сол фильмге түсуге, және де арғараты фильмдерді қайтадан соның аркасы жалғастырылады деп ойлаған. Бірақ артынан енді Джеймс Ганнның яғни креативті директор болып тағайындалғаннан кейін, олар жаңадан бастаймыз дегеннен кейін оны қайтадан алып тастады киновселенныйдан, кино әлемінен, DC-дің. Кино ғаламынан, Сол себепті енді Генри Кевиллді екі жақтан да тастап кетті деп айтса болады. Бірақ енді Мұстаншының рейтингтері онсыз да төмендеп жатыр. Және де қазір оны Крис Хемсворттың інісі Лиам Хемсворт ойнайтын болады. Енді оған көп адамдар жақты қарсы негізінен. Бірақ енді көрмей тұрып сынауға да болмайды, енді ол мүмкіндік беру керек әрине. Өйткені Майли Сайрус қанша мүмкіндік берді оған? Қазір репутациясы оның шамалы кішкене нашарлау. Бірақ енді негізін кез келген осындай бір аты шулы сондай бір фильмдарға немесе сериалдарға адамдар бекіткен кезде көп адамдар қарсы болды оған. The Last of Us'та мысалы Белла Рамзиді бекіткен кезде оған көп адам қарсы болған. Бірақ енді жалпы адамдар көріп жатыр, оған бір сіңісіп те қалды деп ойлаймын. Енді мен өзім Last of Us'ты енді көрген жоқпын, бірақ мен ойын ойнаған. Екеуінде?
біріншісін, екіншісін өткен жоқпын. Иә. Бірақ оның жалпы сюжетін білемін, қандай екен. Иә, не қарадың ба нелерін? Playthrough. Иә. Өйткені менде қазір мықты компьютер жоқ. Енді кейін жинап бір жақсы өзіме бір нұсқасын құраған. Генри Кавилл сияқты жинайсың ба? Иә, өзім жинағым келіп отыр солай. Мүмкін сөйтіп онлайн трансляция жасайтын да шығармын сол сияқты. Сосын денеңді де жинайсың, иә? Ол енді әлі жасалынып жатыр, иә. Мен әлі процестемін. Иә, біз галактика сақшыларына оралайық. Не үшін көру керек деген біз жануарлар тақырыбы, достық, отбасы. Бұл бөлімде негізі достыққа көп мән берілді, өйткені достық туралы бірнеше цитата болып байқадым ба, Нұрс? Бұны не үшін құтқаруға бар жатсың деген. Досыңды сатпа, аққуды атпа. Соны естідік. Досыңды сатпа, аққуды атпа. Подкаст. Не, расында да досыңды сатпа, аққуды атпа деген мақал нағыз осы фильмге келеді. Галактика сақшыларына. Өйткені расында аққуды ату ол қылмыс деп. Жануарларға қылмыс жасау. Жануарларға ату. Тағы қосып айтатыным, бұл фильмді жалпы бұрынғы осы финал, эндгейм дейміз, соған дейінгі фазаларды ұнататын жанкүйерлерге негізі өте мен кеңес беремін көруге. Өйткені бұл сол бұрынғы мектептің, бұрынғы школаның, олдскулдың сондай бір жақсы бір нелері, соңғы бір серпіні, иә. Өйткені Марвелдың қазіргі 4-ші фазасы өте бір андай. 4 па, 5 па қазір? Қазір 4-ші фазасы бітті, енді 5-ші фазасы басталып жатыр. Иә, бірақ 4-ші фазасы өте маған ұнамады, шыны керек. Арасында маған жақсы бір болып көрінген сериалдар болды. Ол менің топымда Локи, әрине бірінші орында. Және Андор десең. Андор, кстати, Андор негізі жақсы шықты. Және де Moon Knight. Айсері өте керемет сериал. Мен екінші бөлімін өте қатты күтудемін, өйткені маған қатты ұнады бұл кейіпкер. Және де мен қатты үміттенемін кейінгі Марвелдың фильмдерінде ол кейіпкерді қайтарады деп. Оны міндетті түрде қайтару керек, өйткені ол жақсы ойнады. Оскар Айзек, негізі өте жақсы ұнады. Қазіргі таңда осы латин америкалық актерлардың, негізгі актерлардың бірлерінің қатарында. Оскар Айзек Латын Америка ма? Иә. Қойш? Иә. Қай жер? Ол жартылай гватемаланка, жартылай америкалық па, сондай. Яғни Педро Паскаль, Оскар Айзек және де Андорда ойнаған кім? Габриэль Луна ма, әлде несі ма? Екі ұқсас актер бар. Енді фамилиясы тегі Луна, бірақ атын енді мүмкін шатастыру мүмкін. Габриэль Гарсия Маркес деп. Габриэль Луна деген актер бар, сосын тағы да бір актер бар. Окей. Қысқасы, Endgame мен осы уақытқа дейінгі 2019-дан 2023 аралығында тек қарауға тұрарлық Марвелдан ол Локи сериалдардан және Айсері, ал кинолардан Өрмекші адамдар, екеуі. Және екеуі кейін шықты ғой, 19-дан кейін шықты екеуі. Және бірден осы галактика сақшылар, екеуі, 2 мен 3. Сонымен қатар мен Ванда Вижнды да қоса аламын. Енді соңғы жағын шамалы, менің ойымша шамалы шайып кетті. Бірақ бұл Марвелдың ең алғашқы сериалы, яғни сондай платформа ретінде ең алғашқы сериалы болып не істеген еді. Daredevil емес. Иә, жоқ, Daredevil ол Сидап деген қателеспесем. Жоқ, Сидап емес. Иә, ол неден Netflix-та шыққан. Шатаспасам. Иә. Бұл Сидап ол DC-дікі ғой. Сидап DC-дікі, ал Марвелдың сериалдары неден Netflix-та шықты, мен қателеспесем. Бұл нақты Disney Plus эрасындағы Марвелдың ең алғашқы сериалдарының бірі. Ең алғашқы тіпті сериалы, мен қателеспесем. Яғни новатор деп айтады ғой. Енді ең бірінші болғаннан кейін оның көп қателіктерін кешіруге болады. Бірақ маған есімде қалды, бірінші рет көрген кезде өте жақсы әсер берген болатын. Мен қызығып көрген едім. Одан кейінгі Марвелдың сериалдарын өйтіп көрген жоқпын. Неден басқа? Осы Moon Knight'тан басқа, Локидан басқа. Жалпы
мен Марвелдың көп сериалдарын көрдім. Енді соңғы Ши-Халкты мен енді шыны керек, мен дәті бармады. Оны көрген жоқпын мен оны. Өйткені біз соның трейлерін дыбыстап бүйтіп қиналғанбыз. Сөйтсе онша емес. Иә, рейтингтарын несін көргеннен кейін, предпоказ деп айтады, алдын ала көрсетілген рейтингтарын көргеннен кейін мен айттым, мен оған шыдамым жетпейді дедім, сол үшін мен көрген жоқпын. Графика жағынан нашар болды. Иә, өткен ол негізі Марвелдағы қазір ең бір күрделі мәселелердің бірі графика. Visual effects саласындағы осы мамандар, олар негізінен баршылық, бірақ Marvel ол монополист деп айтса болады, және де ол үлкен корпорация болғаннан кейін ол өзінің нарықта мынандай ережеге сәйкес не істейді. Ең бұл бір жұмысты, белгілі бір жұмысты қысқа уақыт аралығында өте арзан бағада кім жасап бере алады, сол компанияларды Marvel өзіне жинайды. Сол командаларды жинайды. Сол себептен енді ондай ережелерге көнетін компаниялар өте көп емес. Бірақ соған көнетін компаниялар сәйкесінше сол төленетін бағамен, сол төленетін уақытқа осындай графикаға көрсетеді. Жылдам істелгендіктен сапа төмен. Сапа төмен, иә. Өйткені қазір Marvel'дың конвейері өте қатты күш жинады. Және сериалдардың көбейгеннен, фильмдердің көбейгеннен кейін сол себепті сапа төмендеп кетті деп айтса болады. Оны көп адамдар айтуда қазіргі таңда өткені. Яғни Кевин Файгидің миы үлгермей жатыр сапаны бақылап. Иә, сол себептен ойды қайтадан жоғалтып алдық. Бұрынғы Марвелді жақсы көретін жанкүйерлер өзін кеңес бере аламын. Галактика сақшылары 3-ті көруге болады. Осымен бекітіп, ары қарата Марвелдің фильмдерін көрмей қойсаңыздар болады деп айтуға болады енді қалжыңдай. Бірақ басқа ұнаған жері мысалы галактика сақшыларда ол әзіл және андай аянышты сахналармен әзіл араласып отырады. Андай былайша айтқанда бір әткеншек сияқты төмен жоғары. Сонысы да жақсы болды. Күлкілі моменттер де баршылық. Сондай сақшылардың әсіресе Дракс талқандаушы. Соның әзілдері күшті. Кіммен жаңағы Мантиспен екеуінің әрекеттесуі, Мантис деген кейіпкер екеуінің. Галактика сақшыларының әзілі маған ұнайды. Осы Марвелдің бәрінен, иә. Мысалы Дэдпулдағы әзіл, ол да күшті, бірақ қара әзілді тым 18+ деп айтса болады. 18-23+ Белден төмен. Тым пошлы. Бірақ басқалардың әзілі, басқа фильмдерде әзіл ондай көп емес. Өрмекші адамда ғана бар, меніңше. Және жалпы әзілдейтін кейіпкерлер олар Өрмекші адам, сосын Тони Старк, Дэдпул және галактика сақшылары. Иә. Енді егер спойлермен айтатын болсақ, осы жерден бастап ары қарай спойлер болады. Егер көрмесеңіз әлі, онда көріп қайтыңыз. Немесе егер бәрібір болса, ары қарай тыңдай беріңіз. Мысалы, ең күшті сахналардың бірі ол төбелес. Бәрі жиналады да, ненің ішінде туннель сияқты. Туннель бір жерде бәрі қырады ғой. Сол жер бір несіз үздіксіз түсірілген сияқты. Бір кадрмен түсірген сияқты. Әр кейіпкерді былай айналып, астынан, үстінен, бір кейіпкерден екінші кейіпкерге өтеді. Иә, және ондай хореографиясы өте күрделі сияқты көрінеді. Әдемі түсірілген. Әр қимылы кәдімгідей ойластырылған. Сосын ең басында маған бірден басталған кезде әдетте фильмнің басындағы сахна өте маңызды. Ол ары қарай бүкіл теманы білдіреді. Басында ракета келе жатады да Radiohead'тің Creep деген ән ойнайды. But I'm a creep, I'm a weirdo. Мен бір түрлі жанмын деп аударған астында. Диана Сабазова. Сондықтан өте күшті сахна маған ұнады. Өте бірден фильмнің көңіл күйін түсінесің. Және бірден басында бәрі бір-бірімен арылдасып, сөз қайтарып жүреді. Кім Краглин деген анау итке, Лайкаға сөз қайтарады, сен жаман итсің. Ал кім сен енот жанатсың дейді. Питер Куилл жаңағы жанат емеспін дейді.
негізі бұл әзіл бұрынғы фильмдардан бері келе жатыр. Иә, бұрыннан бері жанат емеспін деп фишкасына айналды деп айтса да болады. Әрбір жаңа адам оны әрқалай айтады. Біреу ит дейді, біреуі жанат дейді, біреуі борсық дейді. Иә, ол әзілдердің көбісі негізі ракетаға қатысты әзілдердің көбісі соған негізделген да. иә. Кім Гамора борсық дейді. Осы байқадың ба осы фильмде? Басында неде де жазылып тұрады астында борсық. Мына борсық үшін осы жерге келдіңдер ме дейді. Борсық қайдағы бір борсық үшін? Ол біздің досымыз дейді. Осы жерде достық тақырыбы көтеріледі қайтадан. Жалпы бағанағы төбелес сахнасы ол сол Джеймс Ганнның тағы да бір өзінің фильмдеріне мұқият бір көңілмен, шын көңілмен жасайтындығын бір белгісі деп көруге болады. Өйткені қазір Марвелді не үшін тағы да көп сынайды, кадрлардың тез ауысуы, әсіресе осындай төбелес сахналарында, ол не үшін жасалынады? Ол бір жағынан қаражатты үнемдеу, яғни ондай склейкалар жасаудың арқасында ол экономить етуге болады, ақшаны үнемдеуге болады, және де кейіпкерлерді дублерлары көп ойнаған кезде білінбей қалады ол жерде. Ал мысалы бір осындай сахнамен сөйтіп алып шығу, ол көп кадрды талап етеді, яғни оны қатесіз, мінсіз орындап шығу, біраз бір дайындықты қажет ететін болғанымен, оған біраз қаражат кетеді, бірақ ол өте көргенге әсерлілік жақсырақ. Сол себептен бұл жерде көңіл бөліп түсірді деп айтса болады сол сахнаны. Сол себептен ол қазіргі таңда өте көп фильмдерде кездесе бермейді ондай. Сол жағынан мақтауға болады. Иә, келсем. Жалпы режиссер, директор және креатор деген written and directed by деген тұрса, ол жақсы көрсеткіш. Өйткені сценарий жазған да, және оны өз түсірген де сол адамда. Мысалы, сөйтіп түсіретін аз режиссерлардың бірі, ол Квентин Тарантино. Өзі жазады, өзі түсіреді. Тура осы мына жағдайда да Джеймс Ганн өзі сценарий жазды, өзі түсірді. Яғни ол бүкіл процесті өзі қадағалайды деген сөз, өзі кім, қай кейіпкер, қайда бара жатыр, соның бәрін біледі, егжей-тегжейін. Әдетте осындай фильмдер өте авторлық, яғни нағыз шынайы жасалады көп жағдайда. Ламповый деп айтады ғой. Ламповый ма? Иә, сондай сияқты. Ламповый және бір тұтас. Бір тұтас. Өйткені әдетте режиссер сценарийді оқиды да, сол өзінше кейбір моменттерді өзінше түсінуі мүмкін. Сол осы себепті ол сапалы шықты деп айтуға болады галактика сақшыларын. Тағы мысалы High Evolutionary, сендерге бұл зұлым кейіпкерді бақылаған қалайсың деген? Недоделанный фантомас деймін. Сонысына жыртылды. Иә, оны мен соңында түсіндім, неге беті біртүрлі екенін. Сөйтсе, кім ракета қашқан кезде бетін тіліп тастаған. Иә, және соңында сол маскасын жұлып алады ғой, жанады. Сол кезде шын беті көрінген кезде кішкене крипи. Иә. Соны айтып едім, сол жас. Иә, Ильяс қосылды. Балаларға көруге болмайды, андай қыздарды шошитын сияқты ондай нәрселер. Кішкентай балаларға, иә. Өзіме де түсіне беретін сияқты. Арамызда даже мен ең кішкентай болып тұрмын қазір. Иә. Жалпы негізі рейтингі PG-13 болды, иә, қателеспесем. PG-13, иә. PG-13-те негізі бір ерекшелік, Америка құрама штаттарында PG-13 рейтингінде фильмда бір рет боқтауға болады екен. Сондайды білдім жақында. Бүкіл фильмде? Жоқ, жалпы рейтинг бойынша, енді әр жерде әртүрлі, бірақ Америкада жалпы PG-13 рейтингіне келетін фильмдерде бір боғауыз сөз айтуға рұқсат беріледі екен. Яғни оны әсіресе бір, яғни қателесіп қалмау керексің да, ең бір адамның есіне қалатын жерінде қою керек екенсің. Егер одан асып кететін болса, онда рейтингін жоғарылатады екен. Жалпы мен бұл уақытқа дейін білген жоқпын, осы жақында ғана білдім. Иә, мен бағана бір жерін естіп қалдым. Питер Квилл ма біреу факт деген сөзді айтады бір жерде. Біз бірақ жаңа орысша көрдік қой, біз ол жерде нақты түсінбедік қай жерде екенін. Ал негізі ағылшыншасын қарап көру керек тағы. Сонда айтады бір жерінде. Иә. Плюс PG-13 болу үшін қанды көрсетпеу керек, иә? Иә.
байқасаңдар бүкіл Марвелдың барлық фильмдерінде ешқайда қан жоқ. Тек андай слизь ұқсап тұрады, ағып тұрмайды. Бір жеріне ғана байқалды, ана жануарларды өлтірген кезде ғой. Иә, яғни ол жерде қан аққан жоқ, бірақ андай жарақаттың орны ретінде бір андай қызылдау болып, қызыл қоңырқай болып, сондай. Лайланы. Иә, Лайланы өлтірген кезде сол кезде болды ау деймін. Қоян. Қоянды өлтірген Прямо кезде. астында кәдімгідей не болып тұр. Қан жатты ма? Иә. Мәссаған. Бірақ қозғалып тұрды аздап. Окей, ең аянышты жерлері ол Лайла өлген жері. Сол Лайламен қайта аспанда кездескен жері. Көріскенде, иә. Тағы қандай жер аянышты? Жалпы ракетаны кішкентай кезде ең басында өзіме таныстырады ғой, сол кезде оған жаңа ғана ота жасап, сосын камерасына кіргізген кезде ол бүрісіп тоңып тұрады ғой. Иә, сол кезде өте аянышты болды негізі, иә. Қиын жағдайлардан өтті деп айтса болады. Видео некоторые дерьмо дейді ғой, сол сияқты ракетада шынымен негізі біраз қиындықтарды бастан кешірді. I've seen some shit, иә. Ракетадан үлгі алуға болатын сияқты, яғни бүкіл үмітің үзілген болғанына қарамастан өзінің күш жігер тауып ол ненің арқасында ғой, оны жаңа эволюционер ми қосып берді оған. Бір жағынан, иә. Бірақ окей, ішкі несі өзегі болу керек, ішкі күші де болған шығар, әу бастан. Өйткені бекер емес қой, ол бүкіл жануар эксперименттердің ішінен ең ақылдысы сол болып шықты. Тіпті жалғыз ғана деп айтса болады. Жалғыз, иә. Дезоксирибонуклеин бірдеңке айтты. Бір ұзын терминді айтады, ойдан шығарылған ба, білмейміз. Мен ойынша ойдан шығарылған, иә. Кейбіреулер болады ғой, қаншалықты ақылды болған арымызда жігері оншалықты қуатты болмауы да мүмкін. Иә, күш жігер болмауы мүмкін. Және жаңа эволюционердің үнемі таңғалатыны, неге бұл менен ақылды, мен сені жараттым, неге сен менен ақылдысың деп ызалана береді. Эгосына тиіп тұрғандай ма. Былайша айтқанда эволюционер бір сондай эгосы өте қалай эгосы жоғары дей ма, эгосы нашар дей ма, қандай адам. Әлсіз. Эгосы әлсіз деуге бола ма, егер сезімтал мүмкін. Эгосы сезімтал. Және ол әлемді басқарғым келмейді, әлемді жетілдіргім келеді деген бір ұраны және өз-өзін осылай ақтайды. Шынымды айтса, сол кезде мен байқаған месседж, мен өзім жеке ойым бойынша эволюционердің арқылы олар адам құдай бола алмайды деп көрсеткен сияқты болып көрінді маған. Өйткені адамның өте көптеген кемшіліктері болуы мүмкін, мысалға эго деген сияқты мысалға. Өзі де айтады ғой, құдай жоқ, мен құдаймын. Мен құдаймын деп. Кім айтады, құдай үшін доғарыңыз дейді. Құдай жоқ. Сондықтан мен оны орындады. Негізі фильмде байқағаным, бақырған моменттер көп болды, бір-біріне кейіпкерлер. Көп айқайлаған. Және айтпақшы, мен басында Гамора мен біреу ұрысып тұрған кезде, мен кәдімгідей бақырған кезде бір дыбыстама екенін сезіліп қалады. Дыбысталып жатқан екен ғой мынау деген сезіліп қалады да. Иә. Өйткені сен бақырған кезде білмеймін, бір иллюзия бұзылып кетті ма, сондай болды. Болды арасында. Иә, бір қысқасы бақырған кездерде, кейіпкерлер бір-бірімен айғайласқан кезде дыбыстама екенін сезіліп қалады қатты. Сонысы қызық болды маған. Әлде бұл қазақстандық дыбыстама болғандықтан ба кішкене андай дыбысты өңдейді ғой. Меніңше дыбысты өңдеген кезде бір дыбыстың артық бір питчтарын ба қалай жіңішке бір тондарын жоймаған сияқты да. Сондықтан бір дыбыстама екен сезіліп қалды бір моментте. Сен не демекшісің сонда? Дыбыстама мамандар нашар деп тұрсың ба сен? Иә, айтпақшы қазақстандық дыбыстаған, иә. Дыбыстағандар қазақстандықтар, иә. Негізгі кейіпкерлерден басқа аудио өткені. Меніңше Питер Квилл өзінікі және Жанат өзінікі. Иә. Кейбір кейіпкерлер өздерінің осы Ресей дубляжындағы сол актерлар дыбыстағандай болды меніңше. Дауыстар өткені дәл сондай болды. Бірақ енді кейбір қосалқы кейіпкерлерді біздің қазақстандық дыбыстамашылар дыбыстапты. Жалпы, иә, Макс, сен айтқанмен мен келсем, өткені көп адамдар ойлайды, енді мен дыбыстаманың профи емеспін, бірақ мен көп контент көрем соған байланысты, және де киноға қатысты. Негізінен осы ашу негізі, ызалану эмоциясы көп адамдар ойлайды, негізі оны келтіре салған оңай деп дыбыстамада, бірақ негізі ярость дейді ғой, ашу ең қиын эмоциялардың бірі болып саналады. Тіпті актерлар оны
біраз уақыт жетілдіреді. Оның ең бір мықты көрінісі меніңше ол Энтони Старк Хоумлендерді ойнаған кезде. Ол ашудың түрлі деңгейлерін көрсете алатын актер да. Ашуланған кезде ол жалпы бір қандай бір күйініштен қалай ашуланатынын да көрсете алады. Немесе бір өкініштен қалай ашуланатынын келтіре алады. Немесе бір қуып кеткен қалай ашулануды келтіре алады. Яғни ашудың бір 50 түрлісін саған көрсетіп бере алады да, эмоциясын. Сол секілді. Сен өзің ашуланайын деп тұрған сияқтысың. Қазір ашудың Хал сындырады деп па. сонда сен ашудың 50 реңі деген. Иә, сонда фильм түсіру керек деп па. Сол себептен, яғни ашуланған кезде де негізінен дыбыстама жасайтын адамдарға мен негізі өзім қолдамайтын, яғни ойлайтын менде ой, актерлік шеберлік оқу керек емес, оны үйреніп алуға болады, бірақ шынымен де негізінен қандай да болсын бір сәл де болсын курстарды оқу керек екен да, өйткені дыбыстама жасау үшін оны тура келтіру үшін керек. Сол себептен сондай әйтпесе бағанағындай бос айқай сияқты. Иә, бос айқай сияқты естіліп қалады. Негізі сол мен айтқым келгені, яғни көп адамдар ойлайды ашуды өте жеңіл көрсетуге болады деп, бірақ оны сапалы жеткізу өте қиын. Онда бағана сақшылардың дыбыстамасындағы айғайлаған кездегі бір түрлі моменттер, ол бір дыбыс өңдемесі мүмкін, плюс актердің ойына, сәл мүмкін эмоцияны сол кейіпкер ретінде мүмкін жеткізе алмады. Енді бұл сын емес. Немесе басқаша жеткізді. Басқаша жеткізді немесе, иә. Өйткені жалпы дыбыстама маған ұнады. Енді орысша болғанына қарамастан, бірақ ұнады. Яғни сапалы деңгейде деп айтуға болады. Сондай кейбір моменттерден көрініп қалғаны болмаса, әйтпесе ешқандай бір дискомфорт, бір ыңғайсыздық тудырған жоқ мысалы. Жеңіл көріп. Маған бірақ Квиллдің дауысы бір кішкене өзгеше. Бірінші бөлімдегі Квиллдің дауысы есімде жоқ, бірақ қазіргі Квиллдің дауысы бір сәйкес емес сияқты көрінді ма, бір қалай айтсам, бір әлсіз бір жігіттің дауысы сияқты естілді. Маған қызығы ол Крис Пратт өзі денелі жігіт қой, качок. Ол бұрын толық болған ол жайлы. Осы фильм үшін ол. Иә, жалпы осы фильмдегі несін айтып жағдай. Қазіргі дауысы онша келіспей тұрған сияқты. Дене бітіміне сәйкес емес тұрған. Енді былай сырт көзге. Бір қызық момент, мүмкін оны монтаждың әсері ма, басында кейіпкер мал болып өліп ішіп маска болады да. Анау адам орлық жетіп келгеннен кейін атып сауы атып тұрды да төбелесе бастады. Ұйықтап алды ғой. Оянғасын нормально болып кетті. Мызғып алды негізі. Мызғып алғаннан ба, Сосын қызық кейіпкер адам орлық та аты Аешаның бала ұлы. Аеш Алқар. Қызық кейіпкер негізі бір түрлі, бірақ меніңше өз орында тұр, өйткені ол өзінің бір сюжеттік функциясын орындады. Соңында ең күшті күлкілі момент Питер Квиллді құтқаратын кезде. Микеланджело. Сен өледі деп ойладың ба? Мен өлетін шығар деп. Мен де өледі деп ойладым. Менде сондай бұрылыс жасады. Адам туралы вообще ұмытып кеттім ол кезде. Ракетаның орнына. Бірақ мен күлкілі негіз қолын созады ғой кәдімгідей. Мен не сияқты ол деген Микеланджело, жоқ, кім еді? Да Винчи ма? Микеланджело. Иә. Адам мен Құдайдың несі. Жалпы ғаламның жаратылысы деп аталады, иә. Соған ұқсас екеуі бүйтіп саусақтарын тигізіп, сол картинаға. Яғни жаратылыс тақырыбы. Бірақ бұны не үшін жасады екен, сен бір месседж болу керек қой. Онда жаратылысқа қатысты ештеңе жоқ. Жоқ, ол жерде тағы оған дейін жануарларды құтқарады ғой, ана не сияқты. Нұх кемесі сияқты. Бүкіл жануарларды. Айтпақшы. Тура бір сцена ғой екеуі. Енді жалғасып кетеді сонда. Басында балаларды құтқарды, сосын ракета міне енді жануарларды да құтқарайық дейді да, бүкіл жануарларды алып шығады. Мүмкін бұл Адам Уорлоктың кейінгі фильмдердегі бір маңызды бір рөліне бір сілтеме болуы мүмкін шығар деп салып жіберсек араға. Қара, оның аты Адам ғой. Адам. Ал анау картинада Микеланджело Адам мен Құдай.
сәйкес келіп тұр. Бірақ ол жерде осы үшін екен ғой. Бірақ ол жерде Питер Квилл құдай сияқты болу керек та. Иә. жоқ Ана жерде кім болу керек негізі? High Evolutioner болу керек та. Сонда High Evolutioner'да ана бүйтіп екеуі бүйтсе, онда ана өзін құдаймын деп айтты ғой. Анау адам. Сонда жақсы келеді. Evolution хайп болды сол жерде. бүкіл түсініктерді араластырып жіберді кәдімгідей. Коллаж тастады бұл жерде. Иә, бір қызық, бір жағынан онша қақпай қаласың. Тек адам болғандықтан ғана істеді ма сол сахнаны сонда? Күлкі үшін. жалпы сол Уилл Поултер, Адам Уорлокты ойнаған актер, негізінен бұған дейін тек қана комедия жанрында танымал актер болатын. Яғни мен жаңа айтып өткендей, әрбір рөлге белгілі бір актерді тағайындаған кезде оның алдында көп сынайды. Және де осы Уилл Поултерді да көп сынаған болатын. Ол рөлге келмейді, ол қайтып алып шығады, ол енді күлкілі әзілді сондай рөлдерді ойнағаннан кейін ондайды алып шыға алмайды. Бірақ енді айта кету керек, енді фильмде де оның рөлі әзілді болды. Бірақ Уилл Поултер ол да енді Марвелдің әйгілі джимынан шықты деп айтса болады. Яғни ол да денесін өсірді. Және де менің ойымша Адам Уорлокты жақсы ойнап шықты. Сонымен қатар ол жас. Алдағы фильмдарда да оны қолдануға мүмкіндік болады. Қолдануға. Иә, енді көрсетуге кейіпкер ретінде. Көп комедияларда негізі бір сондай бір ұсынсыздау бір балаларды ойнайтын негізінен Уилл Поултер енді. Сондай. Және де ол жақында шатаспасам Твиттерда ма, әлде бір Инстаграмда ма бір видеосын көріп қалған болатынмын. Сол Уилл Поултердің өзі айтатын, негізінен Гуглға жазсаңыздар, қасы бар актер деп жазсаңыздар, менің суреттерім шығады деп өзі әзілдейді да. Өйткені байқасаңыздар, Уилл Поултердің қастары қалың. Енді, иә, ұзын, қалың. Яғни ең бір көзің түсетін бір сондай бір айрықша белгісі ол соның қастарда. Соны өзі күліп айтатын, қазірдің өзінде де қасы бар актер деп жазсаң, менің суретім шығады деп өзі бір әзілдеп жазған болатын. Азат, сен жалпы осында гиктардың темасын сен терең білетін сияқтысың, деп айта аласың ба? Иә, айта бер. Жалпы гиктардың темасын терең білемін деп үйтіп аузымды көпіртіп айта алмаймын, бірақ енді қызығамын деп айтсам болады. Гик тематикамен қызығамын қатты. Кісі гиксің сен. Кісі гик. Кісі гик адамын, иә. Біз енді галактика сақшыларын менше барынша айтып, білгенімізше айтып болдық па? Иә, енді қателесіп, кейбір жерлерде фактілермен қателесіп, немесе дұрыс емес айтып жатсақ кешірерсіздер. Ондай болып тұрады. Бізде алдыңғы эпизодтарда бірнеше қателер бар, бірақ оны көрермендер өзі, тыңдармандар өздері түсініп тұрады ғой. Иә, біз әдейі сіздер комментарий көбірек қалдырсын деп қалдырамыз сіздерге. Иә, олай да болады. Әдейі кейбір парақшалар әдейі қате жазады. Сөйтіп, мына жер қате деп комментке жазып кету үшін, яғни белсенділікті көтеру үшін. Сақшылардың сол қызық моменті, біз жаңа Адам Уорлокты түсініп алдық. Не үшін сол бір момент үшін сондай Микеланджелоны қайталау үшін шыққан кейіпкер сияқты көрінеді бір моментте. Дракс талқандаушы деген өте әдемі аударма сияқты меніңше. Диана Сабазова, рахмет. Дракс талқандаушы, қалай күшті естіле ма? Жақсы естіледі. Ронан айыптаушы. Иә. Прокурор болған. Нұрса айтқандай прокурор, иә. Ронан айыптаушы ол бірінші бөлімде болған. Қысқасы, галактика сақшыларының 3-ші бөлімі көруге тұрарлық, өкінбейсіз. Өзім Марвелдің фанаты болмасам да, жалпы осындай фантастикалық жанрдағы фильмдердің көрермені болмасам да, фильм ұнады. Тағы да көруге болатын фильм деп айтуға болады. Қайталап көруге болатын фильм. Иә. Бірнеше рет мен мүмкіндік болса, мүмкін мен тағы да бара жататын шығармын фильмге. Ағылшыншасы болу керек, Сарыарқада ағылшыншасы бар деп айтты. Осымен аяқтаймыз бұл эпизодты. Егер эпизод ұнаса да, ұнамаса да Apple подкасттан тыңдап отырсаңыз, онда 5 жұлдыз қойып кетуіңізді сұраймыз. Өйткені бұл эпизодтың жалпы Деппа подкасттың дамуына үлкен зор үлес қосады. Сіз үшін ол қиын емес. Жай жұлдыз 5 деген астында тұрады, 5 дегенді басып аласыз, болды.
пікір жазамын десеңіз міндетті түрде пікірде жазып кетіңіз, ол одан бетер бізге көмектеседі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Мақсат Арзаман мен Нұрсұлтан Бағидолла, Ильяс Амантай және Азат Әбдікамал DC мен Marvel ғаламындағы жаңалықтармен. Сау болыңыздар. Сау болыңдар. Сау болыңдар. Келесі көріскенше, тыңдалғанша. Еп. Теппа подкаст. Мәдениеттегі трендтерді талқылаймыз.